Сәлеметсіздер, мен бүгін сіздермен бірге өзімнің косметикаларыма обзор түсіретін боламын. Мен алдыңғы неде айтқам, екінші аста өзімнің жеке заттарыма обзор түсіретін боламын деп. Ең бірінші менде осындай SPF бар, күнге арналған. Бұл өте күшті, мен осыны күнде жағамын. Кейін осындай менде туш бар. Маған білмеймін, осы туш күшті ұнайды. Потом менде осындай помада бар. Бұл да норм, бірақ бұны көбінесе жақпаймын. Ерінді қатты қызартып жібереді. Кейін осындай помада бар. Бұл тоже майлы, ерін жарынға арналған. Сондай помада. Бұны да көбінесе жақпаймын. Ал мен осындай тинт бар менде. Помидор цветті. Помидор түсті. Кейін менде осындай помада бар. Қоңыр цветті. Бұны да тоже жақпаймын. Ал менде осындай Dior'дың бальзамы бар. Бұны мен көбінесе жағам. Әр жаққа шыққанда. Кейін менде осындай крем жағып жатамын мен күнде. Осындай крем бар менде. Қолға. Для рук. Кейін потом менде осындай миск бар. Миск жағам мен. Потом менде осындай крем бар. Мен бұнда тоже ана креммен бірге қосып жағамын. Бұл да тоже қолға. Потом менде екінші осындай не бар, бальзам бар. Бұл да. Бұны да ішінде әсет осылайын деп қатты. Потом менде осындай не бар, пудра бар. Бұны да мен әр жаққа шыққанда, мектепке ана қолға жағамын. Потом мен осындай уходовый. Менде бұны тоже да кей кездерде ғана істеймін. Менде бұны бетіме. Потом менде осындай тен бар. Мен бұны походу мен осы екі цветін ғана қолданамын. Басқалар менің көзіме жараспайды. Сөйтті походу бұны ең көп цветін қолданамын мен. Осы менің заттарым. Всем пока-пока. Екінші аста біз 24 сағат аспазшы видеосын түсіретін боламыз.